дүние жүзіне әйгілі болған халықтарды айтатын болсақ, олар дресс кодымен есте қалады. Араб халқы десек, ақ киінген ер азаматтары, қара киінген әйелдері білеміз. Еврей десек те білеміз. Ал қазақ десек, кім десек, ешкім білмейді. Назарбаев дейміз, Головкин дейміз, әйтеу барған кезде түсіндіре алмай есіміз танып жатады. Бірақ кимешектің құдіреті, мысының мықтылығы соншалық. Қанша шетелге осылай барам ғой. Барған кезде мені ол жақта Айнұр Жүгінісов ретінде ешкім танымайды. Бірақ анау африкандықтарға дейін келіп, сен мен суретке түсіп, не деген әдемі бас киім, не деген керемет жаңағы киім деп таңғалып суретке түсіп жатады. Қымбатты ханымдар, біздер менсінбей жүргенде, ертең өзге халық біздің бас киімімізді киіп алып, патенттеп алып жүрмесін дегім келеді. Қазір енді бүгін кеште әдемі ұлттық нақышта киініп келген ханымдарға өзіміздің арнайы сый-сияпаттарымыз бар. Ортаға Алтай қызы Маржан ханымды шақырамыз. Келе қойыңыз. Мейрамбек қызы Айжан ханымды шақырамыз. Ақтаудан ат терлетіп келген Ақтау филиалының директоры Нұргүл ханымды шақырамыз. Жанар Жақсығұлова Астанадан келген белсенді мүшеміз, өзі жаста болса күнделікті кимешегін тастамай киетін жандардың бірі. Және осы біздің бас кеңесшіміз, әрқашанда қазақ десе, жас емес қой бұл кісілер, бірақ күні түні еш жерден қалмай, қай жерде не болып жатыр, қандай жастарда қиындық бар, соларға барып ақылын айтатын апкелеріміздің бірі Жамзагүл апамыз шақырамыз. Айжан Әбсаттарова ханым шақырамыз. Берік қызы Гүлрайхан ханым шақырамыз, жаңағы монолог оқыған сіңіліміз. Марат қызы Замира ханым шақырамыз. Қанат қызы Набат ханым шақырамыз. Келе қойыңыздар. Жандарым, сонына тәтті қыздар ма? Томпиып келе жатқан түрлеріңден жандарым. Міне, біздің болашағымыз, жастарымыз осылай инабатты, ибалы, көзін жоғары көтермей, иә деп сөйлейтін қазақ қызын кей кезде сағынасың. Бетіңе бақырайып, «Что?» деп тұрған кезде ойлайсың, қайда кетіп барамыз, шіркін-ай деп. Бірақ Аллаға шүкір ғой, бар ғой. Осы барымызды көбейтіп, масштабировать етуге тырысайық, қымбатты аналар. Бүгін жай аналар жиналып отырған жоқ. Осы ұлтжанды, ұлтым үшін не істей алам деген адамдар ғана, аналар ғана келіп отыр. Қалғандары үйде жатыр ма, білмейміз ғой. Дүкен аралап жүр ма? Бірақ осы менің ұрпағыма керек. Менің ұрпағым қазақ болып өсу керек. Жаңағы иманды, инабатты жаңағы қыздарымыз болу керек. Саналы, салиқалы ұлдарымыз болу керек дейтін аналар ғана жиналып отыр. Рахмет сіздерге, алғысым шексіз. Ал ендеше мына кісілерге не берсең де артық емес қой, шіркін. Қолымнан келсе бір түйеден ұстатып жіберер едім. Ал қыздар, бере қойыңыздар сыйлықтарыңызды. Сый-сияпаттарыңыз құтты болсын. Не деген әдемілік. Біздің қазақ халқының киіміне қазақтан басқасының бәрі қызығады ғой. Өкінішке орай. Қыздарымыз осылай өмірде, күнделікті өмір салтында әдемі кеудешесін киіп, топы тақиясын, үкілі тақиясын киіп жүрсе, қандай көз тартады. Көзде тимейді, тілде тимейді, ана үкінің өзі бүйтіп желбіреп, ең бірінші ана жүдеуреп тұрған үкісіне қарайтын боласың. Жандарым сол. Ал жастар бақытты болыңдар. Мына Замзагүл жеңешелеріміз, апаларымыз сияқты осы кісілердің жақсы жолын өздеріңізге жұмыс етіп, ел үшін қызмет етер, мықты ел аналарына айналыңыздар дегім келеді. Ал үлкендерімізге сіздердің арқаңызда, осындай жақсы аналарымыздың арқасында дүние тұр деп айталар едім. Аман болыңыздар. Шығарып салайық, қошеметтеп отыр.